Саламатсыздар ма? Бүгін біз осы кроссовканың екінші сабағын бастаймыз. Алдыңғы сабақта біз осы жерден аяқтадық. Осы жерден түйіндеп аяқтадық. Енді осы табанымыздың ішіндегі ұлтарағын алып, осы жерден ортасын табу үшін осы жерден белгілеп, мына екеуін екі біткен жерін осы жерден былай белгілеп ортасын табамыз. Ортасы мінекей. Дәл ортасын таптық. Енді ішіндегі ұлтарағын саламыз. Енді жұмыс жібімізді алып, енді үшеуден ортасына оюды үшеуден тоқимыз. Бір ұяшқа екеуден тоқимыз. Мынау біздің ортамыз. Екінші мынаған не аламыз? Біреу, екеу, үшеу, төртінші ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді іліп шығарып, біреу көтереміз. Енді осы жерден ораммен ортаға біреу қалдырып, келесіге ораммен жұмыс жібімізді алып шығып екеуден, және үстінен екеуден біреу алып шығамыз. Және тағы сол жерге біреу ораммен тоқимыз. Бір жерге екеу тоқыдық. Енді ораммен мына ортамыз тұр, сол жерге күрчегімізді кіргізіп, осы жерге екеу тоқимыз. Ораммен екеу тоқимыз. Біреу, екеу. Енді ораммен ортаға біреу қалдырамыз, келесіге тоқимыз. Ораммен бір ұяшыққа екеу тоқимыз. Енді бір ұяшық қалдырып, келесімен аяқтаймыз. Жұмыс жібімізді алып, күрчектағы жіптен өткізіп, осы жерден ілмекті іліп қоямыз. Бізде 9 қатар шығу керек. Мен біріншісін тоқыдым. Әр біреу, екеуден кейін мына біреу, бір ұяшық бос, екінші ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді алып шығып, екінші қатарымызды тоқимыз. Енді жұмыс жібімізді көтереміз. Енді бұл жерде үшеу болды, екеуден тоқығанымыз біреу, екеу, үшеу. Соның ораммен бұрышына кіргізіп, осы жерден ораммен екеу тоқимыз. Бірінші қатарымыз үшеу, екінші қатарымыз төртеу болады. Енді мынау екеу тоқыған жеріміздің ортасына, мына шеттің екеуінің ортасына тағы екеу тоқимыз. Біреу, екеу. Сосын тағы екеуінің ортасына, екеуден кейін бір жерден екеу алдық, соның шетіне тоқимыз. Мен үшеу болды. Енді төртіншісін осы мынау соңғы үшеуіне тоқыған, соның жанынан кіргізіп, осы жерден біреу ораммен көтереміз. Екінші ораммен алып шығып, мынау ілмектегі жібімізге кіргізіп, осы жерден ілмегімізді алып, енді бұл жерде бізде үшеуден біреу шығарамыз, сосын екеуден біреу шығарамыз. Енді бұл шетте де біреу, екеу, екіншісіне ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді күрчектағы жіптен іліп, осы жерден ілмегімізді іліп қоямыз. Дәл осылай
міне бізде бірінші қатарымыз 3 болды, екінші қатарымыз 4 болды. Солай 9 қатар осы жерге шейін тоқимыз. Бізде міне алдымыз 9 қатар болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар. Осы жағынан аяқтап, осы жерден біреу көтереміз. Енді ішкі жағын енді тілін тоқимыз. Көтергеннен кейін осы жерде ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді жері қатты қысылып қапты. Жұмыс жібімізді шығарып, енді мына екеуінен өткізіп, енді тағы екеуінен өткіземіз. Ораммен келесіге. Бұл ұзарды тіліне саған себебім бұл тез бітетті. Осы ойымен жұмыс жібімізді шығарып, екеуінен өткіземіз, және тағы екеуінен өткіземіз. Ораммен келесіге екеуден біреу шығарамыз, тағы екеуден біреу шығарамыз. Ораммен келесіге екеуден біреу, екеуден біреу. Ораммен келесіге жұмыс жібін шығарып, 3 болады, екеуінен шығарамыз, одан кейін тағы екеуінен шығарамыз. Дәл осылай осы бұрышқа шейін барамыз. Енді мына бетіне келіп біреу көтердік. Менде мына жердегі саны 22 болды. Енді тағы ораммен осы тоқылған бұрышына тоқимыз. Екеу, енді екеуден тағы. Дәл осылай келесі ұяшыққа ораммен келесі ұяшыққа жұмыс шығарып, екеуден шығарамыз, сосын тағы екеуден шығарамыз. Үстінде астында дәл бірдей қылып тоқимыз. Осы ойымен тез көтеріледі. Ораммен келесі ұяшыққа екеуден біреу, екеуден біреу. Өстіп осындай оюмен аршы бер шетінен көтеріп, мынадан мына бұрыштан асырамыз, осынша бір қарыс асырамыз, асырғанша тоқимыз. Мына соңына келдік бізде. Менде 16 қатар, мына мен 17-ші қатарға келдік. Енді осы жерден мына жерде 2 ұяшық қалды, 2 ұяшықтың біреу қалдырып, ортада 2 шетінен де осылай бір-біреуден қысқартамыз. Арғы жерінен біреу қысқарттым, бер шетінен біреу қысқартып атырмын. Ортада біреу қалдырып, осы жерден жұмысымызды аяқтап, жұмыс жібімізді ортадан өткізіп, осы жерден аяқтаймыз. Енді тіліміздің артқы жағын қайырып, осы жерден осы бұрыштан керісінше айналдырып тоқимыз. Осы бұрышқа күртшегімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, осы жерден көтереміз біреу. Осылай әр ұяшыққа осы оң жағынан бастап бір-біреуден тоқып шығамыз. Бұл біздің осы жермен жалғасатын ұяшықтарымыз болады. 3, 4, 5, 6 айналдырып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Айналдырып, мына бұрышқа келдік. Осы бұрыштан аяқтаймыз. Жұмыс жібімізді шығарып, күртшектағы жіптен өткіземіз. Және шығарып, жібімізді осы жерден аяқтаймыз. Осы жерден аяқтап, тартып. Біз жұмыстың басынан бастап жібімізді үзген жоқпыз. Енді үземіз. Енді осы жібімізді жасырамыз.
үзген жібімізді жасырамыз. Бұл біздің бірінші үзген жібіміз. Мен осылай өткізіп осылай араға 2 жіп қалдырып өткізіп осылай жасырам. Осы жерден қырқып осы менің зажигам осы жерден күйдіріп басып қоямыз. Осы жерден мынау енді біз артын шығарамыз. Осы жерден бүйтіп өлшеп, мына бұрыш, біткен бұрышпен мына біткен бұрышты алып, ортамызды шығарамыз. Мынау ортамыз. Дәл ортамыз болды. Енді осы жерден жібімізді алып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-шы яшықтан кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді алып, 1 көтереміз. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді ілмегімізді аламыз. Бұл ортаны санамаймыз. Енді мына бетінен де 9 аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді ілмегімізді іліп қоямыз. Бізде мына шеті 9, мына шеті 9, ортада 1. Енді мынау жібімізді артынан бос қып келіп, осы жерден 5 аламыз. 5-ден кейін 5 қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Менде арғы аяқ киімде ол жерде 3 қалған. Берді 3 қалды. 1, 2, 3, 4, 5. Енді көтергеннен кейін екінші яшыққа саламыз. Бірінші көтергеніміз басында ортада қалып кетеді. Осылай әр яшыққа бір-бірден тоқимыз. Бұл бізде артқы подиумымыз. Сөйтіп әр яшыққа осы жерін қысып тоқыңыздар. Арт жағын тіреліп неғып тұру керек, қатты аяққа тіреліп.
осы жерден келіп мына бетіне де 5 қосамыз. Бұрышына келдік, осы жерден де 5 аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл жерден де 3 қалу керек. Мінекей 3 қалды. Жұмыс шыбымызды тартып, ортадан осы жерден аяқтаймыз. Енді біз мына жұмысымызды кейін жасырамыз. Осылай қойып, мына біткен жерден жіпті бос жіберіп, осы мына бұрыштан осы жердегі ең көтерілген жерден екеуінің ортасында мынау сол жағынан аламыз. Төбесінен біреу алып көтереміз. Артындағы мынау жұмысымыз жібіміз бос қалу керек. Енді осы жерден 4 тоқимыз. 1, 2, 3, 4 тоқыдық. Мына 5-шісіне жібімізді күрчегімізді кіргізіп, менде мына бұрышта осы жерден мынау 1-ші сызық, 2-ші, 3-ші сызықтың жанынан мынаудан алғам. Бұл жерде де содан алам. Үстіп жіпті шығарып, екеуін қосамыз. Ыңғайлы болу үшін бұлай қойын. Екеуін қостым. Мынау тілмен мына жағын қостым. 1-шісін қостым. Енді әр неге екеуден алып, екеуін жалғастырып, бір-біреуден тоқимыз. мынадан тілден біреу аламыз, мынадан біреу аламыз. Қосып тоқимыз. Мынау жанынан біреу аламыз. Мына тілден біреу аламыз. Екеуінен біреу шығарып, осылай әр ұяшыққа, мінекей, тағы бір көрсетейін. Мынау жанындағы ұяға кіргіземіз, келесіге. Кейін тілдегі ұяшыққа кіргіземіз. Содан алып шығып, осылай тоқимыз. Бізде осындай болады енді. Тоқыған жеріміз, не жеріміз. Соны осы жерге шейін алып келеміз. Мына жерге шейін келдік. Мына екеуін қосып келе жатырық. Менде мына 4 болғаннан кейін мен жерде 23 болды. Енді біз алдыңғы мына оюларын шығарамыз енді. Бұл жерде 23-ке келдік. Мына ең соңғысына. Енді осы жерден ораммен мынандай бір мынау 2 сыз қатар тұрады. Соның 1-шісіне жанынан алып, жұмыс шыбымызды шығарып, осы жерден екеуінен біреу шығарамыз. Сонда бізде күрчікте 2 болады. Тағы ораммен ораймыз да, келесіден жанынан алып, тағы екеуден біреу шығарамыз. Енді бізде 3 болды. 3-ден біреу шығарамыз. Ораммен келесіге аламыз, шығарамыз. 2-ден біреу шығарамыз. Күрчікте 2 болды. Ораммен келесіге шығарып, осылай 2-ден біреу шығарамыз. Енді 3 болған кезде 3-ден біреу шығарамыз. Тағы ораммен келесіге кіргізіп, жұмыс шыбымызды алып шығып, 2-ден біреу шығарамыз. Күрчікте 2, тағы келесіге жібімізді шығарып, 2-ден біреу шығарамыз. Сонда бізде 3 болады. 3-ден біреу шығарамыз. Дәл осылай айналдырып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Біз мына бұрышқа келдік. Енді мына бұрышқа келдік. Енді осы жерден біз санаймыз. Не жерде 1, 2, 3, 4. Мына 5-ші ұяшыққа кіргізіп, мына жақта ар жағымен бірдей болу үшін
Бізде 1, 2, 3. Мынау жанынан мынадан кіргіземіз. Екі жағы бірдей болу үшін осылай жасап қоямыз. Енді жылжымас үшін енді осыған қарап тоқимыз. Ұстап өшіргішін алып келіп, ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Сөйтіп, мынау бер жағындағымен ар жақ тілдің несіне кіргізіп, екеуінен біреу шығарамыз. Үшеу, төртеу. Мінекей, мына жағына кіргіздім. Енді арт жағына. Енді екеуінен біреу шығарамыз. Алдыңғы жағына ұяшыққа, артқы жақтағы ұяшыққа кіргіздім. Екеуінен жұмыс тіліп шығардым. Алдыңғы жағын ұяшыққа кіргіздім. Артқы жақтағы тілдің ұяшығына кіргіздім. Екеуінен алып шықтым. Дәл осылай өшіргішін алып келемін. Мына бұрыштағы жаңағы ілмегімізді алып, екеуін тоқыдым. Енді екеуін қоспай, арғы беті қосап, 4-тен бастап қосып, осы сияқты 4-еу шығарып аламыз. 1, 2, 3, 4-еу. Және біреу көтереміз. Енді ішкі жағын тоқимыз. Ішкі жағын әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып, солай әр ұяшыққа жаймен бір-біреуден тоқып шығамыз. Біз астына қарай тоқып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. 26, 27, 28, 29. Менде ана жағы 29-бен аяқталды. Мына ең соңғысына екеу тоқыдым. Енді бұлай қарай тоқимыз. Ортаға біреу қалдырамыз. Келесіге тоқимыз. Сонда мына жер қайырылады. Әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып, айналдырып, осы беттен әр ұяшыққа біреуден тоқып, осы жаққа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Менде ең соңғы мынау ана жақтан біреуден екеу алдық қой. Бұл жерде де біреуден екеу алдым. 29-бен бітті. Енді біреу көтереміз, біреу қалдырып, келесіден тоқып, осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Енді осы жерден біреу көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу жаймен тоқимыз. Енді біз бауын шығарамыз. Бауымыздан 5 ұяшық болу керек. Енді осы жерден екеу көтереміз. Біреу, екеу көтердік. Ортаға біреу, екеу қалдырып, үшіншісінен алып тоқимыз. Одан кейін екеу жаймен тоқимыз. Келесіге біреу, екеу. Енді тағы екеу көтереміз. Екінші бау өткізетіміз. Тағы екеу қалдырамыз. Үшіншісінен тоқимыз. Және екеу іліп аламыз. Екеу іліп тоқимыз. Біреу жаймен. Біреу, екеу.
Бұл біздің 3-ші яшығымыз. 1, 2. Дәл солай осы бұрышқа шейін апарамыз. Мына бұрышына келдік. Осы жерден біреу көтереміз. Енді осы жерден біреуді оқимыз. Мынау яшыққа 2-ді оқимыз. Одан кейін әр яшыққа бір-біреуден тоқимыз. Ортада 3 оған 3 яшыққа бір-біреуден тоқимыз. Содан кейін мынау бау-балитын жерімізге 2-ден тоқимыз. Содан кейін ортасына 3-ден тоқимыз. Осылай айналдырып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Бұрышқа келдік. Енді осы жақтағы бау-балитынды шығарамыз. Осы жерден біреу көтердік бұрышқа келіп. 1, 2, 3, 4. 4 тоқып алып, енді осы жерден 2 көтереміз. 2 қалдырамыз. 1-2 яшық қалдырып, 3-ші яшықтан кіргізіп, жерден тоқып шығарамыз. 1, 2, 3. Енді қайтадан 2-ші бауымызды тоқимыз. 1-2 қалдырамыз. 3-шіге тоқимыз. 4-шіге тоқимыз. 5-шіге тоқимыз. Тағы бұны 3-ші бауымыз. Ортаға 2 қалдырамыз. 1, 2, 3. 2 көтереміз. Бұл біздің 3, мына 4-ші бауымыз. Ортаға 2 қалдырамыз. 3-ші, 4-шіге тоқимыз. 5-шіге тоқимыз. Және біздің 5-ші бауымыз. Ортаға 2 қалдырамыз. 3-шіге 1, 2, 3-шіге тоқимыз. Осы жерден біреу көтереміз. Енді былай жағына шығып, осыған тоқымай, келесіге 1, 2 тоқимыз. Және мына бау-балитын жеріне 2 тоқимыз. Бізде бау-балитыннан 5. Енді ортаға 3 тоқимыз. 3. Бау-балитын жеріне 2 тоқимыз. Ортасына 3 тоқимыз. 1, 2, 3. Енді бау-балитын жеріне 2. Ортасына 3. Бау-балитын жеріне 2 тоқимыз. Ортасына 3 тоқимыз. Бау-балитын жеріне 2. Енді біз аяқтадық. Енді осы жерден 1, 2, 3. Мына 4-шіге жібімізді іліп, мына крючоктағы жіптен шығарамыз. Осы жерден аяқтаймыз. Енді осы жерден жұмыс жібімізді кіргізіп, осы бұрыштан аяқтаймыз. Осы жерден сәл ұзындау кесіп, енді мынау жұмыс жібімізді жасырамыз. Осылай арт жағынан кіргізіп,
былай жіптеріміздің орталарына жасырамыз. Тағы жанбай қалды. Үстіп күйдіріп қойып қоямыз. Мінекей осымен біздің аяқ киіміміз аяқтадық. Екеуі бірдей шықты. Барлық санақтары да бірдей. Осымен сабағымыз аяқталды.